Саламатсыздар ма? Онда 9-шы есебіміз шарайық. Bir мүшенің дәрежесін табыңдар дейді. Яғни бірінші есебімізде 2 бөлінген 3 а b-ның квадраты және оның 3 дәрежесі. 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең, 3-дің 3 дәрежесі 27-ге тең, а-ның 3 дәрежесі b 2/6. Яғни осылай қалдыра береді. Екінші есебімізде 3 бөлінген 4 а 2 дәрежесі, b-ның 3 дәрежесі, оның 4 дәрежесі. 3-дің 4 дәрежесі 9-9-81-ге тең болады. 4-дің 4 дәрежесі 16-ны 16-ға көбейтсек 256 болады. А-ның 2/4 8, b-ның 3/4 12 болады. Келесі үшінші есебімізде 4 бөлінген 3 м-нің 5 дәрежесі, n-нің 2 дәрежесі, оның 5 дәрежесі. 4-дің 5 дәрежесі 1024 болады. Бөлінген 3-дің 5 дәрежесі 243 болады. М-нің 5-ке 5-ті көбейтеміз. 25 болады. N 2 бесім 10 болады. Келесі 4-ші есебімізде 2 бөлінген 9 М-нің 10 дәрежесі, N-нің 13 дәрежесі, оның 3 дәрежесі. Яғни 2-нің 3 дәрежесі 8-ге, 9-ның 3 дәрежесі 729-ға тең болады. М-нің енді 3-ті 10-ға көбейтеміз, 30 болады. N-іміз 13-ті 3-ке көбейтеміз, 3/9, 1/3, яғни 39. Келесі 5-ші есебімізде минус 0,6 А-ның 3 дәрежесі, b-ның 4 дәрежесі және 4 тең. Яғни 0,16-ның 4 дәрежесі ол 0,1296-ға тең болады. А-ның 3/4 12, b 4/4 16. Келесі 6-шы есебімізде минус 1,13 x-тің 10 дәрежесі, y-тің 4 дәрежесі және 3 дәреже. Яғни 1,13-дің 3 дәрежесі минус болады. 2,197 болады. X-імізде 10-ді 3-ке көбейтеміз, 30 болады. Y-імізде 3/4 12 болады. Келесі 7-ші есебімізде 0,102 М 3 дәреже, N 3 дәреже квадрат. Яғни 0,102-ның квадраты 0,0004 М 2/6, N 2/6 болады. Келесі 8-ші есебімізде 0,15 x 3 дәреже, y 5 дәреже және оның 3 дәрежесі. 0,15-дің 3 дәреже. Яғни 3 дәрежесі 0,1125 болады. X-іміз 3/9 болады. Y-іміз 3/15 болады. Осымен балалар есебіміз аяқталды. 9-шы есебіміз. Егер түсінбесеңіздер қайтадан бір басынан бастап көріп шықсаңыздар болады.